ендіруге байланысты осы қатарда 270 адамнан құралатын ардагерлер кеңесі бар. Мына ардагерлер алқасы дейді. 7 алқа мүшесі бар. Бұнда да жаңағы тәжірибелі әр саланың мамандарынан. Мектептен бір маман бар мысалы. Мынау әлеуметтік саладан, мынау құрылыстан, мынау коммуналдық шаруашылықтан, мынау мәдениет, сондай тірліктен, мынау тәрбие жөніндегі азаматтардан осы қатарда 7 алқа мүшесі бар. Сонымен қатар кенттегі ең мықты деген ақсақалдарды осы қатарға іліп қойғанбыз. Жаңағы менің есімменен төрағасымын. Еңбегіме қарай Қызылорда қаласының ардагерлер кеңесінің алқа мүшесімін. Мынандай алқа 11 адамнан тұрады, соның мүшесімін. Пленум мүшесімін, ең жоғарғы жиналысының мүшесімін. Қызылорда облысының ардагерлер кеңесінің пленум мүшесімін. 40 адамнан сайланған пленум бар, соның облыстық несінің мүшесімін. Осындай қызметтер елмен араластырамыз. Мынау бір мерекеде тұсаукесер болып, депутаттарменен, сосын ардагерлер кеңесінің төрағасы, ардагерлер қатарда қоғамдық кеңесінің төрағасы осыларға бізге енді тұсаукесер келешегіне балдарды. Ол қазақтың ең мықты нәрсесі тұсаукесер деген нәрсе, ол келешегіне қадам деген нәрсе. Келешегіне басатын қадам. Сондай